қалған сырға толы сан із бар. Өтсе дағы керуен ғасыр, ел аузында сақталған сыр бойында өшпей тұғын мынадай бір аңыз бар. Ел аузында сақталады мұндай ғажап болған із, естігенде көкейіңде қалай болмас толғаныс. Дарияға жақын маңда өткен ерте заманда сыр бойында мекендепті бір айбарлы жуан мойын жолбарыс. Қос күшігі болған екен, көз ашпаған жас әлі, жұрт көзінен паналапты қалың қамыс тасаны. Сол қос күші қаз-қаз басып көтерген соң бауырын, ертіп алып суға қарай асады. Суға келіп бас қояды, алдыменен анасы тәтті судан жұтып жатты, қасында екі баласы. Бір кездері көтеріліп су астынан ән жайын, апыр топыр болды лезде дарияның жиегі. Қос күшігін бірдей жұтын құйрығымен қақты да, сөйтіп сүңгіп кете барды, су астына батты да. Жолбарыста іле шала қойып кетті артынан, сәлден кейін демі жетпей атып шықты жағаға. Жолбарыстың өтіп жатты қайғыменен сан күні, мазалайды жанды қоймай жолбарыстың таң мұңы. Қайғы қасірет ішін өртеп кек алмақшы болды да, жатып судың жағасында нән жайынды аңдыды. Үшінші күн өтіп тағы күн сәулесі өрілді, әлі жатыр аш жолбарысы саланып өкірді. Бір кездері ылайланып дарияның жиегі, су астынан нән жайынның қырарқасы көрінді. Жолбарысты ыңғайланып күшін жинап сақ тұрды, жыртқыш қой ол өз басынан өткізген көп тапқырды. Ыршып түсіп нән жайынның арқасына аузын сап, жұлып алып су ішінен жағалауға лақтырды. Су маңында сұлап түсіп жатыр өмір тұншығып, Сырдария кетті ол да көзін салып күрсініп. Осы екен ғой ұрпақ үшін тайталасқан тағдырың, осы екен ғой құрып қалғыр тез бітетін тіршілік. Айналаға аян бастан төккен шақта таң нұрын, нән жайынды басып жатып соңғы демін тұндырды. Өзі дөлді өйткені ол ләқтірғанда жайынды, ауыр салмақ жолбарыстың омыртқасын сындырды. Өзі дөлді өйткені ол ләқтірғанда жайынды, ауыр салмақ